Сәлем достар, қазақша викторин арнасына қош келіпсіздер. Бүгінгі видеода заттардың ерекшелігін табатын боламыз. Жалпы 30 сұрақ болады, бір сұраққа 10 ұпай, әр сұраққа 10 секундтан. Ал ендеше бастамастан бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны шертіп, мені қолдап кетсеңіздер. Ал енді бастаймыз. Сен мына жерден артық эмоджиді таба аласың ба? 10 секундтың ішінде ойлан. Жауабы. Ал енді келесі сұрақ. Бұл жерде артық сэндвич немесе бір затты табуларың қажет. Ал енді жауабы пицца. Үшінші сұрақ. Бұл жерде қалай ойлайсыздар? Қайсы артық болып тұр? Әрине, оның жауабы мінекей. Төртінші сұрақ. Бұл жердің логотипі қайсы артық? Соны тауып көрейікші. Ал енді жауабы. Келесі сұрақ. Бұл жерден де артық эмоджиді табуымыз қажет. Бұл жерде қайсы артық? Жауабы. Ал бұл жерден эмоджиларды есіңе сақтап ал. 10 секундтың ішінде сақтап алдың ба? Ал енді пончик қайсында орналасқан? Әрине, пончик бірінші санда орналасқан. Таптыңыздар ма? Келесі сұрақ. Бұл жерден төңкерілген зат тұр. Ол қай жерде екен? Өте оңай. Жауабы. Келесі сұрақ. Бұл жерден артық сэндвич қай жерде тұр? Ойланайық. Әрине, ал жауабы ең үстінде. Ал бұл жерден қай торттың суреті дұрыс? Соны табайықшы. Ал ендеше жауабы. Келесі сұрақ. Бұл жерде артық бір эмоджи тұр. Қайсымен сәйкес келеді? Тауып көрейік. Әрине. Келесі сұрақ. Бұл жерден де эмоджиларды есімізге сақтауымыз қажет. 10 секундтың ішінде сақтап алыңыздар. Сэндвич қай санда орналасқан? Ойланайық. Ал енді жауабы. Бұл жерден де артық эмоджиді табуымыз қажет. Артық эмоджи қай жерде тұр? Өте оңай. Келесі сұрақ.
Ал достар, осылайша қазақша викторина арнасында 30 сұрақ жасырылды. Сіздер қаншауына дұрыс жауап бердіңіздер? Соны комментарийге жаза кетіңіздер. Ал енді қолдау үшін мені арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны шертіп қойыңыздар. Сол кезде келесі жолы ең бірінші видео сіздер көретін боласыздар. Сіздермен бірге болған қазақша викторина арнасы келесі кездескенше аман сау болыңыздар.